Бүгін 5 сәуірде біздің 11-ші қысқы оқушылар республикалық гимназиясын өз мәресіне жетті. Жарыс қорытындысы бойынша бізде жалпы командалық есепте 3-ші орынды Шығыс Қазақстан облысы командасы алды, 2-ші орынды Қарағанды облысының командасы және 1-ші орынды Астана қаласының құрама командасы алды. Бұл жарыста жалпы қыздар және ұлдар бойынша есеп жүргізіліп, жалпы бір қорытынды есеп шығарылып, сондай нәтижеге жеттік. Жарыс енді төрешілердің және жаттықтырушылардың сөздері бойынша жоғары деңгейде өтті. Бәрі өз уақытымен басталып, өз уақытымен аяқталып, ешқандай кедергісіз, бұлжытпай уақытын өткізіп, балалар, ең бастысы балалар жарақатсыз болды. Бәрі енді өз үйлеріне аман-есен жетуіне тілектеспіз. Енді осындай жарыстар көп болсын. Осындай жарыстардың арқасында біздің балалардың спорттық кәсібілігі өсіп, үлкен деңгейде үлкен жарыстарда өзінің спорттық мүмкіншілікті артуға үлес қосады деп сенемін. В общем, результаты очень хорошие. Мы видим, насколько наши дети хорошо выступают из Астаны, из Карагандинской области, из Восточно-Казахстанской области, из Павлодарской области. Это радует. Была приглашена судейская бригада, независимая. Также были представители судейской бригады из Казахстана. Соревнования прошли очень хорошо. Дети выступили очень успешно. Менің аттым Шахимұрат Ералы. Мен Астана қаласынан келдім. Мен оқушылардың 11-ші қысқы гимназиадасынан Мәнерев Сырғанаудан 1-ші орын алдым. Мен тренерімді аты Алексей Юрьевна. Мен Алексей Юрьевнамен бір күніне 2 рет барып жаттықтым. Соның арасында мен 1-ші орын алдым. Сегодня я прокатал произвольную программу под рок. Я был уверен, что я хорошо выступлю. Тренер сказал мне после проката, что я очень хорошо выступил. Я рад этому.